Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Шоқан атаның үйіне тағы да келдім. Ал видеоларда көріп шыққан шығарсыздар. Бұл видеода толыққанды адресін, номерін және қандай емдермен айналысады барлығын таныстырып өтетін боламыз. Жаңа видеоның соңында жаңағы керек сұрақтарыңыз болса, емдергіңіз келсе, сол WhatsApp-қа жаңағыдай жазсаңыздар, болмаса хабарлассаңыздар болады. Шоқан ата, өзіңізді тағы да бір таныстырып жіберсеңіз, елмен таныстырып жіберіңіз. Таныстыра беріңіз. Шоқан ата, бұл кісі 20 жылдан бері емшілікпен айналысады. Менің ұстазым жаңағы. Бұл кісі енді себебі өзі ұстазынан 2 жыл оқыса да әлі күнге дейін хижаманы жетілдіріп, жаңағыдай гирудо терапиясы бар, құраммен дем салу, көптеген емдермен айналысады. Ине салу, в основном шығыс медицинасы, қазақ халық емшілігі, шөп дәрілермен емдеу деген сияқты көптеген ем түрлерімен айналысады. Бұл кісіге мен білетін себебім жазылмай ауруынан хронический болып кеткен, жаңа асқынып кеткен, жазылмай кеткен аурулар болады ғой, сол кісілер көп келеді Шоқан атаға. Мен содан естіп, біліп, сол 2 жылдан бері таныс болып, біліс болып араласатынымыз бар. Сондықтан Шоқан атаның халыққа пайдасы көптен көмек тиіп жатыр. Бұлай интернетке шықпай жүрген соң мен өзім жаңағы таныстырайын, емдеріңізді осыны деп ниет етіп келіп отырмыз. Алматы қаласында. Шоқан ата, қазір өз аузыңыздан естісек, ана аспаптарыңыздың бір-екеуін ғана таныстырайық, көпсін ана жаққа алыңыз. Мынау қандай дүние? Бұл енді қазіргі таңдағы хиджама жасайтын аспап, заманауи вариант. Енді заманауи вариант онда неше түрлі, әртүрлі аспаппен жасаймыз оны, аурудың түріне қарай. Мынау ең жеңіл хиджама жасайтын. Мұндай жеңіл түрі хиджаманы жасайтын. Негізі басқа да аспаптармен жасай береміз. Иненің ұзыны бар кішкене. Иә, бұл да ауруларына байланысты. Нүктенің бергі жағындағы, терінің бергі қабатында орналасқан, арғы қабатында орналасқанына байланысты. Бұл иненің бәрін мен Кореядан алғызамын. Корейский инелер. Ең кішкентай су жоқ дегеннен бастап, мынау үлкен инелер қоямыз. Үлкен инені бір көрсетіп қойып, бұдан да үлкендері бар, енді қазір көз алдындағысы мынау енді. Осындай инені, бұны қалай қолданасыз? Қалың еттегі терең нүктелерге нервтарды емдеу үшін қолданамыз, ояту үшін. Одан бөлек сужек терапиямен айналысам деп жатсыз ғой. Оны Ғани Ангина деген кісі бар, 35 мың теңге істеп жүрмін. Қарапайым нәрсе, енді маған келсе 5-10 теңге істеп беремін, болмаса бесплатно жасап беремін енді. Көңіл келіп қалса, давай. Енді ол дұрыс қой, мынау сужек терапия дегенде енді сол жерде мысалы бастағы нүктелер, мойындағы нүктелер бар, солардың ине қою арқылы, сол жерге хиджама жасау арқылы емдейміз. Енді адамның ауруына қарай емдейміз ғой әр нәрсе. Айтып жатқанымыз жаңағы ангина, бронхитті емдеу. Себебі воспаление тамағы жаңағы жұтынамай қалады, бірден сөйлемей қалады, сондай кездерде. Ол қатты асқынып тұрған кезінде жақсы. Сразу басын. Тез басады. Оған қоса басқа да емдер қолданамыз ол. Тек қана бір немен ол жазылып кетпейді ол. Ар жағында компресс, шаю деген сияқты. Енді негізі қатты воспаление болып тұрғанда ол тез көмектеседі. Қобызды депрессияға түскен сондай жағдайларда? Қобыз депрессияға түскен ол рухани емдеудің түрлері, звукотерапия дейді ғой. Соған байланысты қолданамыз, онда көмек көп тиеді адамдарға. Мынау қамшыны мен қамшы, бұны енді алғанда сабамаймыз адамды. Бұл енді массаж жасап, иықтарға массаж жасап, құраммен дем салып отырғанда осы инструменттерді ұстап, осы арқылы массаж жасап отырамыз. Адамның иықтарында, мына жерлердегі мына точкалар, меридиандар, точкаларды бәрін ашу үшін пайдаланамыз. Қамшының өзінің қасиеті де бар басқа. Қазақша емнің түріне жатады ол. Қазақша емнің түріне жатады. Расында бұл кездегі ем құранмен болады, дұғалармен болады, зікірмен болады. Зікір дегенде сол шариғатымызда рұқсат берілген Алланы еске алып, Аллаға жалбарынып, келген адамға шипа тілеу сондай жолдары бар. Қорғасымен де аластаймыз ол. Қорғасымен де аластаймыз ол. Шариғатқа қатысы жоқ, бірақ шариғатта тыйым салынбаған. Қорғасымен аластаймыз. Болады деген ұстаздардың айтуында болады. Халыққа да емі жақсы тиеді. 20 жылдан бері қолданып жүрмін. Өте көп қолданбаймын, керек кезінде қолданамыз. Шоқан ата, хиджаманың нағыз маманы, сүліктің себебі 20 жылдан бері айналысып келіп жатыр. Қанша түрі бар? Барлық түрі? Оның 12 түрі болады хиджаманың негізінде. Барлық түрмен айналыса бересіз? Барлық түрмен адамға қарай айналыса береді.
барлық түрін жасаймыз. Өйткені Сүннет точкалардан иә, сүннет точкалардан бастап, сүннет профилактикадағы сүннет точкалар. Содан кейін адамның ауруына қарай жаңағы китайский атлас деген болады. Содағы точкалар болады, 200-ге жуық точка бар. Солармен оның әртүрлі курстары болады, оның әртүрлі тереңдетіп алатын түрі болады, жай жеңілдетіп алатын түрі болады, адамның жағдайына байланысты. Тілдің астынан алады, сондай енді көп оның шертпе жасау керек. Әр адамға байланысты да енді. Бәріне бірдей жасай бермейді. Бәріне бірдей болатын түрі ол сүннет точкалардан емдеу. Шоқан ата негізі 20 жылдан бері істеп келіп жатыр. Одан бөлек қаншама кітаптарды оқыпса, анау төбеде тұрған 3 полка бәрін оқыпсаңыз, оны бізде әліге дейін ізденіп келіп жатыр. Сондықтан жалпы видеоны ұзақ соза бермей, адресін айтайық және номерін айтады. Сол номерге WhatsApp-ына жазсаңыздар, алдын ала қандай тексерістен өтіп келу керек, егер қандай ауру астынан ауру болса, өтпей просто келе беру керек болғаны, барлығын толық ақпарат сұрасаңыздар болады. Номеріңізді, адресіңізді айтып жіберсеңіз. Адресім Алматы қаласы, Жандосов Ясауи көшесінің қиылысында. Сол жерде кабинетім бар. Телефоным 8-797-897-1966. Видеоның астына жазып қою керек қой. Осы видеоның, осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар, біз тағында YouTube-қа шықса, бұлай астына жазамыз, TikTok, Instagram-да шығармайды. Сол үшін 8-797-897-1966. Шоқан. Осы нөмерге WhatsApp-ына жазсаңыздар, толық ақпарат ала аласыздар. Иә, ақпаратты адамдарға жеке-жеке береміз да.